Жамбыл Жабаев. Жамбыл Жабаев 1846 жылы Жамбыл тауының бөктерінде дүниеге келген. Жамбыл Жабаевтың осы Жамбыл деп атының қойылуының өзінің бір тарихы бар. Ол туралы ақын өзінің «Менің өмірім» атты өлеңінде айтып кетеді. Ол өлеңде Жамбыл Жабаев өзі Жамбыл тауында дүниеге келгендіктен оның есімін арамдап Жамбыл деп қойғаны белгілі болады. Жамбыл Жабаев осы ақындық өнерге кішкентай кезінен бастап қызыға бастайды және де оның осы ақындық өнеріне, яғни ақын болып танылуына осы ең алғашқы өлеңі «Шағым» деген өлеңі септік болады. Сонымен қатар Жамбыл Жабаев айтыстық өнерге де қызыға бастайды. Ол өзі 18-17 жасында осы айтыстық өнерге қызығады да, 20 жасында Жаныспен айтысып, Жанысты жеңеді. Содан оның «Менің пірім Сүйінбай» деген өлеңі осы Жанысты жеңгеннен бастап шығады. Сонымен қатар ақын жыршылық өнерге де бейім болады. Яғни ол «Көрұғылыр», «Мың бір түн» және де «Өтеген батыр» тағы басқа сондай дастандарды таңға жеткізіп жырлайтын болған. 2 ғасырды көрген ақын Жамбыл Жабаевтың осы қазақ поэзиясында үлкен орын алатыны сөзсіз. 7-ші Е сынып оқушыларының атынан Жамбыл Жабаевтың «Өсиет» өлеңін қабыл алыңыздар. Жабаев «Өсиет». Ой-хой, дүние серуен, адам бір көшкен керуен, дүниені қызық қалдырып, асамыз өмір белінен. Кісілі біз шықса жоқ, қауіп етіңлі өлімнен, қауашпайдан тайылып, сөз нұсқасы келінген. Дос жарымға, кемтарға, қайырлы бол делінген. Қылған қайыр болмаса, не әкетесің өмірде. Таусылмастай көрінген, жалғыз мұраң сол болар қол қайырың берілген. Басқа дүние бірде көмілмейді кебінмен. Көп қарға тең келмейді бір сұңқарға, көп жылқы тең келмейді бір тұлпарға. Жақсының әрқашанда жөні бөлек, жаман адам жармас бір қымтарға. Сөз соңында айтқымыз келеді. Жамбыл Жабаев 2 ғасырды көрген, қазақ поэзиясында үлкен орын алатын ақын. Сондықтан да біз номер 5-ші мектеп гимназиясы Жамбыл атындағы мектеп екеніне қатты қуанамыз және де мақтанамыз.